Сәлем қыздар, бүгін мен сіздерге осындай көктелген бешпет немесе камзол деп айтамыз. Соның мастер-классын көрсетемін. Выкройкасынан бастап тігілу жолына дейін. Ең алдымен бізге өлшем алу керек. Бізге үш ақ өлшем керек. Бұл кеуде айналымы, бел айналымы және бөксе айналымы. Міне мен выкройканың суретін қойдым. Осы жерге өзіңіздің өлшемдеріңізді қойып сызып аласыздар. Мінекей біз қазір дайындап алдым мен выкройкасын. Негізгі матаға мен велюр матасын алдым, ал астарына кез келген мақта маталы бола береді. Мен осындай қарапайым сатин матасын алдым, және де ортасында бізге синтепон керек болады. Және де осындай тігілетін кнопка немесе түйме қолдансақ та болады. Қазір енді барлық бөлшектерімізді негізгі матадан және астардан және синтепоннан пішіп аламыз. Тігістік жиекке 1 сантиметрден беріп шығамыз. Ал егерде қалың синтепоннан тігетін болсаңыз, тігістік жиекке 1,5 немесе 2 сантиметрден сызып шығамыз. Мен жұқа синтепон алғандықтан 1 сантиметрден сызып шықтым. Енді синтепоннан пішіп аламыз. Синтепонда пішкен кезде лекаламызды қоймаймыз. Осы міне
астарлы матаны пішкен мата бойынша пішіп шығамыз. Және де тігістік жиекке бұл жерде 3-4-5 сантиметрден бере берсеңіз болады. Себебі тігілген кезде синтепон кішкене тартылады. Сондықтан тігістік жиек айналасына үлкендеуден бере береміз. Тігіп болған соң тігіп тастаймыз. Мінекей барлық бөлшектерімізді пішіп алдық. Енді тігеміз. Астары менен синтепонды бірге қосып аламыз. Ол үшін міне осылай шетінен, астардың шетінен 5 мм ара қашықтықта тігіс түсіреміз, түзу тігіс түсіреміз. Бұл біз синтепон менен астарды қосып жатырмыз. Әркім өзінің қалауы бойынша, кейбіреулер негізгі матамен қосып жатады, ал мен осылай астармен қосамын синтепонды. Көріп тұрғаныңыздай тігіп алдық барлығын. Енді міне артық синтепондарымызды қиып алсақ болады. Енді міне оң беттерін бір-біріне қаратып, артқы және алдыңғы бойларымыздың иықтарын қосып шығамыз. Түзу тігіспен 1 сантиметрлік тігістік жиекпен тігіп шығамыз. Келесі тігетініміз бұл бүйір тігісі. Екі бүйірімізді тігіп аламыз. Тек қана бір жағына 10-15 сантиметрлік тесік қалдырамыз. Бұл тігіп болған соң бұйымымызды оңға аудару үшін қажет болады. Мінекей астарымыз дайын. Қазір бұны қоя тұрамыз. Ал енді негізгі матамызды жинап шығамыз. Оң жақтарын бір-біріне қаратып, иық және бүйір тігістерін 1 сантиметрлік тігістік жиекпен тігіп шығамыз.
астар менен мінекей негізгі матамызды жинап алдық. Енді екеуін өзара қосып шығу керекпіз. Оң жақтарын бір-біріне беттестіріп, міне бір қолтық ойындысын осылай айналдыра 1 сантиметрлік тігістік жіппен тігеміз. Екі тігіп алдық. Енді қазір біз дуал жақтарын қайшының ұшымен тіліп аламыз. Тігіске 3 мм жетпейтіндей етіп. Себебі қазір біз оңға аударған кезде маталар жиналып қалмау керек. Дуал жақтарда, сондықтан осылай тіліп шығамыз. Енді екінші қолтық ойындыны қосамыз. Бұл жерде енді басқашалау тігеміз. Көріп тұрғаныңыздай, міне қазір осылай ашып, сосын астынан көрсетілгендей оң жақтарын беттестіріп, инеменен қадап аламыз. Дәл сол сияқты иығынан да солай алып келіп, сосын инемен немесе көктеп тігіп шығамыз. Одан соң машинамен 1 сантиметрлік тігістік жиекпен тігеміз. Екінші қолтық ойындыны да тігіп алдық. Бұлда да дәл бірінші қолтық ойынды сияқты тігіске 3 мм жетпейтіндей етіп тіліп шығамыз. Доғал жақтарын айналдыра.
Енді міне екі қолтық ойындысына 1,5 сантиметрлік ара қашықтықта функционалдық тігіс тігіп шығамыз. Себебі астарымыз сырт жаққа айналып кетпеу үшін осындай тігіс түсіру керек. Сонда әдемі болып тұрады қолтық ойынды жағымыз. Келесі тігетініміз бұл мойын ойындысы. Міне көріп тұрғаныңыздай, міне астарменен негізгі матаны ортасынан алып келіп, міне мойын ойындысын ұстап тартамыз. Кішкене тігу қиындау, және де оң жақтарын беттестіріп тігіп шығамыз. мінекей мойын ойындысында қосып алды. Дәл қолтық ойындысы сияқты мойын ойындымызда доғал болғандықтан осылай тігіп шығамыз. Тігіске қатты жақындатпаймыз. 3 мм, 4 мм ара қашықтықта тілсеңіздер болады. Міне оңға аударып жатырмын. Келесі бізде енді қалған міне бөлшекті қосамыз. Бұл үшін дәл мен көрсеткенде осылайдан айналдыра 1 см тегістік жіппен тігіп шығамыз.
мінекей біздің камзолымыз да дайын болып қалды. Міне енді біз басында қалдырған 15 сантиметрлік тесіктен айналдыра осылай оңға қаратып аламыз. Барлық жерлерін дұрыстап аударып алу керекпіз. Бұрыштарын және де доғал жақтарын әдемілеп. Сосын 1,5 сантиметрлікпенен мойын ойындысы және де міне түйме қадайтын жер және етектерін барлығын бір тұтас етіп 1,5 сантиметрлік тігіспен функционалдық тігіс түсіреміз. Бұл мына астарымыз сыртқа айналып кетпеу үшін қажет, қолтық ойындысына түсірген сияқты. Тек қана енді түйме немесе келетін кнопканы қадаймыз, болды. Және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша көктеп шықсаңыздар болады, немесе дәл осылай көктемей осылай кие берсеңіздер де болады. Бұл өзіңіздің қалауыңыз бойынша және де көктеген кезде арақашықтықтарын бірдей етіп көктеу керек, сонда әдемі болып көрінеді. Алдыңғы жағын көктеп, артқы бойды көктемесек те болады. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша және де көктегенде осы матаға түстес жіптен немесе осындай ақ, сары болсын, жасыл, қызыл жіптерден де көктесеңіздер де болады. Және де тоқуға арналған жіптермен де көктесеңіздер өте әдемі көрінеді. Осылай моншақтармен немесе бисерлермен де көктеп әрі сәнді болып шығады.
жіп және тігілетін тастарды қолдандым. Міне дайын. Тігіп көріңіздер. Сіздердің тек қолдарыңыздан келеді. Бұған тек қана тігін машинкасы ғана керек, оверлок қажет емес. Менің мастер-классымның көмегімен сіздер де тігіп көріңіздер. Жұмыстарыңызды біздің Instagram парақшаға жіберсеңіздер де болады. Каналға жазылуды, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға